Астанада көп қабатты үйдің шатырынан секіріп, өмірімен қош айтыспақ болған 16 жастағы қыз бала ажал аузынан қалды. Оқиға осыдан 2 күн бұрын болған. Оны сол маңнан өтіп бара жатқан бейтаныс жігіт байқап құтқарып қалыпты. Жігіттің айтуынша бойжеткен анасы сүйіктісімен кездесуге тыйым салған соң 10-шы қабаттан секірмек болған көрінеді. Толығырақ Талғат Уәли баяндайды. Өмірімен қош айтысқысы келген бойжеткен Қонаев көшесіндегі көп қабатты үйдің шатырына шығып алып айқайға басқан. Ал тәртіп сақшылары мен төтенше жағдайлар қызметінің мамандары оны райынан қайтара алмапты. Абырой болғанда осы сәтте дүкеннен шыққан бейтаныс жігіт жалмажан қызды құтқаруға жүгірген. Ал полицейлер болса оны оқиға орнынан аластатпақ болады. Бірақ Асқар құтқарушыларға өзін ұлттық қауіпсіздік комитетінен деп жалған таныстырып ішке енген. Сөйтіп жанұшыра жоғары қабатқа шыққан ол бойжеткенді райынан қайтармақ болады. Қарындас, сізге бұл әрекеттің не керегі бар? Сіз не істеп тұрсыз? Төменде қаншама халық қарап тұр, саған уайымдап тілектерін білдіріп жатыр. Аман есен болар ма екенсің деп. Әне артта тұрған анаң да жылап тұр ғой деп. Сонда қыз маған айғай салды. Маған жолама, мен қазір секірем дегесін. Мен ақырын жақындай бердім. Асқардың айтуынша бойжеткеннің бұлайша түңілуіне анасының сүйікті жігітімен кездесуіне тыйым салғаны себеп болған. Ашуланған бойжеткен тіпті 2 қолының күре тамырын кесіп те жіберіпті. Сосын секірмек болған. 1 метрдей ара қашықтықта қалғанда қыз маған тағы соңғы рет айғай салды. Жолама, мен қазір секірем деді де жалт бұрылды төмен. Төмен қарады да ырғып түскісі келді. Сол кезде мен ойланбастан қолына шап беріп, өз кеудеме басып алдым қызды. Қазір қыз бала дін аман, әзірге дәрігерлердің бақылауында. Ал оның өмірін құтқарып қалған жігіт ешқандай комитетте емес, құрылыс компаниясында жұмыс істейтін болып шықты. Тәртіп сақшылары енді Асқарды мемлекеттік марапатқа ұсынбақ. Талғат Уәли, Қанат Жұмабеков, 7-ші арна.